Қайырлы күн көзайым көрермендері, бүгін сіздермен бірге біз көзайым мемберлері. Менің есімім Маризат, менің менторым Дилназ әпке. Менің есімім Аружан, менің менторым Ақтидар әпке. Ал менің есімім Аягүл, және менторым Аян әпке. Жалпы бүгін біз сіздермен өзіміздің студенттік шағымыздың бір бөлшегін сіздермен бірге бөлісетін боламыз. Жалпы қыздар, сабақтағы оқуларыңыз қалай болып жатыр? Әлі үйрендіңіздер ме студенттік өмірге? Шүкір, енді шамалы үйрен салмай жүргеніміз бар. Себебі 11 жыл бойы мектепте достарымыз дәл сондай, қоршаған ортамызда бірдей, университетке келгенде шамалы шатысып қаламыз да, мысалы, не істейтінімізді білмей, әрі қарай қалай жүреміз деген сияқты сұрақтар пайда болады. Сонысы қиын, сендерші. Жалпы жаңа ортаға сіңісіп кету қиын болып жатқан секілді, иә? Сізде ше? Менде алғашқы күндері өте қатты қиындық болды, достар табылмадым деген сияқты. Кейін қазір нормально болып кеткен сияқты. Жалпы байқадыңыздар ма, біз өмірде өзімізді өзіміз дамыту жайлы өте аз әңгімелесеміз. Бүгін сол тақырыпты тарқатайық. Сіздің бөлісетін ойыңыз бар ма? Қазіргі кезде рубяшка жақындаған сайын, сессия жақындаған сайын біз ештеңкеге үлгере алмай кетеміз да. Сол үшін бізге тайм-менеджмент өте қатты қажет деп ойлаймын. Сіздерде ондай проблемалар бар ма деген сұрақ? Иә, бар. Тайм-менеджмент бәріне керек зат қой, негізі. Даже университеттен тыс кезде, мысалы, көзайымның өзі де, мысалы, тайм-менеджментті қажет етеді, мысалы. Даже спорттың өзіне бару да, мысалы, уақыт керек оған, оның уақытты үнемдеу керек, оны дұрыс жаңағы бөлу қажет деген сияқты. Сол. Әрине қазір 24 сағат ешкімге жетпейді, және де барлығы осы тайм-менеджменттен қиналады. Бірақ мен де солай тайм-менеджменттен қиналған болатын, және де өзімнің өмірімде қандай проблема осы уақытты үнемдеуге кедергі келтіреді деген сұрақ болды. Және де сол мәселелердің бірі менде ең алдымен әлеуметтік желілер, яғни TikTok, Instagramда отырып көптеген уақытымды өткізіп ала бердім. Және де сол мәселені шешу үшін мен өзіме лимит қойдым деуге болады. Яғни күніне тек қана 1 сағат сол TikTok, Instagram желілерін көру арқылы менің өмірімде көптеген бос уақыт пайда болды деуге болады. Және де тайм-менеджментті жақсарту үшін сонымен қатар біз жоспар құра алуымыз керек. Жоспар құру басқалар үшін өте бір қарапайым нәрсе болып көрінгенімен, ол бізге өте үлкен жетістіктерге алып келеді. Жоспар құруды біз таңертең немесе түнде ерте жасап қоюға болады. Және де осы кішкентай қадамдар біздің уақытымыздың көп бөлігін үнемдейді деуге болады. Мысалы, фокус қою бәрінің қолынан келе бермейді. Мысалы, мен өзіме келсем, кітап оқу мен үшін бір үлкен бір сынақ болатын еді. Себебі кітапты қолымда ұстай отырып, мысалы, физикалық кітапты оқысам, көңілім ауып кете береді, мысалы, басқа жерге. Сонда мен өзімнің әлсіз жағымнан бір күшті бір жағымды шығардым. Мысалы, онлайн кітаптар оқу арқылы подписка алдым да, сол арқылы мен бүкіл кітаптарды содан оқимын. Сонда менде фокус көбірек болады, себебі мен телефонға үйренісіп кеткенмін. Сол телефонды қолымнан шығармаймын. Керек кезде қолыма телефон түссе, болды, кітап оқимын, мысалы. Ол өте жақсы, себебі адам өзінің натурасын біледі ғой, өзіне қатты ешкім білмейді оны. Сонда мен өзімнің натурамнан сондай бір привычка шығарып алдым, мысалы, әдет. Сосын тағы, мысалы, сізде қалай? Сіз қалайсыз? Негізінен электронды кітаптардан гөрі физикалық кітаптарды қолымда ұстап, есін иіскеп, беттерін ашқан ұнайды. Бірақ подписка сатып алып, ол да бір қызық идея секілді. Себебі ақша төлеп жатқаннан кейін оқуға да мотивация ашылады деген ойдамын. Сізге ше? Маған ешқандай айырмашылық жоқ. Маған қалай ыңғайлы, қолымда не бар, сонымен оқығанды ұнатамын. Если маған кітап ұнап тұрса, ол маған маңызды емес. Мен кітаппен оқып тұрмын ба, немесе онлайн оқып жатырмын ба деген сияқты. Кітап демекші, біз көзайым қыздармен бірге осы семестрдің ішінде уже 3 кітап аяқтап тастадық. Сіздер қанша кітап аяқтадыңыздар?
Бізде бір қызда проблемалар болғандықтан бір кітапты бітірдік және екіншісін бастадық. Сіздерде ше? Бізде де дәл солай. Біз бір кітапты бастап бітірдік уже. Бірақ бізде әрбір қыз әртүрлі кітап алды да. Мысалы, кейбіреулер 300 беттікті алды, біреуі керісінше 100 беттікті алды. Сонда бізде әртүрлі темппен жүріп жатыр да. Бірақ барлығы бітірген сияқты. Негізінен біздің топта біз бір кітапты таңдап алдық, сондықтан да бізге оны бір-бірімізбен бірге оқып отырып және букталкинг жасап өте қызықты өтіп жатыр. Негізі өзіміз дамыту жолында әр адам үшін оның ортасы өте қатты рөл ойнайды. Мысалға, егер сен жан-жағыңдағы адамдар кітап оқыса, сен де кітапқа қызығасың. Біреу спортпен айналысса, сен де спортпен айналысуға қызығатын боласың. Сондықтан да біздің қоршап жүрген адамдарымыз, олар бізге өте қатты әсер етеді. Кейбіреулері тіпті әдеттерді қалыптастыруға көмектессе, ал кейбіреулері бізге эмоциялық тұрғыдан да көмектесе алады. Мысалға, егер де сіздер бақытты адамдардың ортасында жүрсеңіздер, өзіңіз де андай позитивті көңіл күйде жүреді екенсіздер. Ал егер негативный ойлайтын бір адаммен жүрсеңіздер, өздеріңізде негативті тұрғыда ойлау қабілеттеріңізді соған бейімдейді екенсіздер. Онымен қоса, жанымызда жүрген адамдар, олар тек қана әдетке емес, біздің болашағымызға да үлкен рөл ойнайды екен. Яғни біреудің әдетін қайталап, оны өзіміздің жадымызда сақтау біз үшін қалыпты фактор екен. Бұл кәдімгідей зерттелген тақырып. Психологияда шынымен де өте қатты өзінің практикалық жүзінде де орын алып жатқан үдеріс. Сондықтан да мен ойлаймын, көзайымдағы қыздармен бірге кітап оқыған өте қызықты секілді. Ал бүгінгі біздің бірге жасаған активитеміз өз мәресіне жетті және мен осындай брелог жасаған болатынмын. Менде мынандай брелог шықты. Негізі екеуін жасып салдым. Бұл кісі екеуі жасап үлгеріпті уже. Мен біреу розу, біреу сап-сары. Негізі бүгінгі біздің активитемден бөлек бүгінгі ойдан не түйдіңіздер? Негізі мен тағы бір айтып кететін бір момент бар да. Бізде барлығымызда бір орында қалып қою деген қорқыныш бар. Мысалы, көзайымның мемберлерінің өздері де мысалы тек алдыға қарай талпына береді. Мысалы, кітап оқысы келеді, тағы спортпен айналысады, активити жасайды, оның барлығы күшті. Осы ортаның арқасында бір түйгенім бар. Яғни біз ешқашан өзіміз шектемеу керекпіз. Мысалы, менің қолымнан келсе, мен жасаймын деген сияқты. Көзайымның қыздары да өздері өмірлерін одан сайын көркейгісі келеді да, ол маған керісінше андай мотивация береді. Мысалы, шабыттанасың, қарайсың, мына қыздар күшті екен деп сөйлескің келеді, араласқың келеді. Себебі өзің не білесің, қоршаған ортаң саған азық береді. Мысалы, болашақта любой тақырыпты талқылай аласың ол қыздармен. Мысалы, ол тек интереске байланысты емес, ол білімге де байланысты. Егер ол білім бере алса, мысалы, бір-біріне, ол вообще ең таптырмас қоғам деп ойлаймын. Мысалы, мен айтарым осы. Иә, шынымен де біздің өмірімізде бізді қоршайтын адамдардың ойнайтын рөлдері өте маңызды. Сондықтан да мен өте қуаныштымын осындай қыздармен бірге таныс болғаныма, осындай ортада өзімнің студенттік шағымда өмірімнің ең маңызды бөлшегін осы көзайымда атқарып жатқаныма өте қатты қуаныштымын. Мен де сендермен қосыламын. Біздің миымыз бір орында тұрмайды да, немесе дамиды, немесе кері қарай дамиды деген сияқты. Ал көзайымда бола отырып, біз миымызды кері дамытпай, керісінше одан сайын дамып, ақылдырақ бола түсеміз деп ойлаймын. Және де осы көзайым бізге сондай болуға, дамуға көмектеседі деп ойлаймын. Мысалы, даже Аян әпкеге қарайсың, бүкіл өмірі андай организмі дейді, қарайсың, адам ондай болады екен ғой деп. Мысалы, Google календар арқылы өзінің күнін жоспарлайды екен. Сосын мен ойлаймын, мен ол негізі білгенмін, бірақ особо керек емес деп ойлағанмын да. Сосын Аян әпкені көргеннен кейін уже ойлаймын, негізі солай жасауға болады екен ғой деп. Мысалы, өзімнің күндерімді осылай жоспарлаймын. Кітап оқимын, сосын жазамын оны, уже андай қоғамның қалай әсер етіп жатқанын уже көріп жатамын да, и қосылғанын еш өкінбеймін вообще. Келісесіздер ме? Әрине. Вот.
өшіре салмайсың кесіз ғой сосын қазір осымен бүгінгі активити өз мәресіне жетті. Сіздермен бірге болған Көзайым мен бірлері.